ешкімде еш нәрседе ұмытылмақ емес. Сол қанды кезеңді еске түсіріп, елестететін газет-журнал материалдары, телехабарлар, кинолар, аталар ерлігін мақтаныш тұта бізге жеткізді. Я, содан бері 80 жыл уақыт өтсе де, еш нәрседе ұмытылған жоқ. Ұлы Отан соғысы. Бұл сол кездегі кеңес халқының ержүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін, тарихта мәңгі қалатын күн. Неменеңе жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр, бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр, деп тебіренген Мұқағали Мақатаев атамыз. Қариялар азайып бара жатқанын, әсіресе олардың ортасында Ұлы Отан соғысынан аман оралған ақсақалдарымыздың қарасы жыл санап азайып барады емес пе? Біздің Сәстөбе ауылында жеңістің 80 жылдығына өткізілген іс-шара. Күшті болды? Was hast du groß? Солдат види? Солдат раз. Привет. Мама, орманда да отты. Иә. Это вечер памяти и уважения к подвигу наших героев. Создавать это тұрғындарға